Сәлем достар, қайтарымсыз 400 МРП 1.225.200 теңгені қалай аламыз, қалай қатысамыз, сертификатты қалай аламыз, курсқа қалай жазыламыз, осы грант ұтып алу үшін неден бастауым керек деген сұрақтар көптеп келіп жатады маған. Соны сіз де білгіңіз келсе, онда осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Және маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Баршаңызға толық ответ қайтаруға тырысамын. Бұл 400 МРП грантын ұтып алу үшін ең алғаш сіз бұл бастау бизнесінің шарттарына сәйкес келуіңіз керексіз. Яғни мәртебеңіз сәйкес келу керек. Егер сіз сәйкес келесіз бе, онда сіз қолыңызда сертификат болу керек. Осы курсты бітірді деген, және сізде бизнес-план болу керек. Осы екеуін дайын болса, сіз келесі потокты күтесіз. Келесі поток ашылған уақытта сіз онлайн заявка жібересіз. Яғни сертификатпен бизнес-планыңызды тіркеп, сіз онлайн заявка жібересіз. Сізді сосын комиссия алдына шақырады. Ал енді сұрақ, біз бизнес-планды қайдан аламыз, қайдан үлгісін алуға болады, және сертификатты қалай оқимыз, қалай тіркелеміз, қалай сертификатты алуға болады. Осы сұрақтарға жауап болады. Енді сіз сертификатты алу үшін Google-ға еңбек бизнес KZ жазасыз. Сол жерде сол сайтқа кіріп тіркелесіз, яғни регистрациядан өтесіз. Тіркелуге почтаңызды жазасыз, құпия сөз ойлап табасыз. Сосын осындай пароль болғанда осындай сан әріптер болу керек. Почтаңыз ашық болу керек. Почтаңызға ссылка келеді, сонымен почтаңызды растайсыз. Сосын ЖСН-іңізді жазып, регистрацияны аяқтайсыз. Сосын осы кнопканы басып, менің кабинетім деген батырманы басасыз. Сол өз кабинетіңізге өтіп, мәртебеңізді тексересіз. Яғни бірінші очередь мәртебе тексеру керек болады. Бұл мәртебені тексеру сіздің жобаның шарттарына сәйкес келесіз бе, соны тексереді. Міне осы список бойынша жұмыссыз қамту санаттары және қосымша санаттар бойынша. Келесі, мына списокте өзіңізді таппасаңыз, ең соңғысын белгілейсіз және осының бәрін растап, ЭЦП кілтпен қол қоясыз. Сосын өз очередіңізді күтіп, осында жауап келеді, немесе телефон номеріңізге жауап келеді. Сосын осы астында курсқа жазылу батырмасы тұр, ең астында соны басып, оқуды қазақша не орысша жүргізесіз. Сосын өзіңіздің біліміңізді белгілеп, тіркелесіз. Сізді бұл сайт Skills еңбек KZ сайтына өзі автоматты түрде көшіреді. Осы жерде White-ді басып кіресіз, немесе шығып кетсеңіз, Google-ға қайта кіргіңіз келсе, Skills еңбек KZ-ді басып, жаңа тіркелген кездегі логин пароліңізді жазып кіресіз, және білім алушы дегенді басасыз. Міне, тіркелген кезде сіз емейлмен немесе телефон номеріңізбен тіркеле аласыз. Курс 12 модульден тұрады. Әр модульдің ішінде видео сабақтар мен теориялық сабақтар болады. Сосын ең соңында қорытынды тест болады. Одан аралық тесттер болып отырады. Аралық тесттер осылай. Сіз оны тапсыру шексіз, ал қорытынды тесттен кемінде 70% жинауыңыз керек болады. Курс ұзақтығы бір күнде бітірсеңіз де болады, бірақ ең ұзақтығы 14 күн. 14 күннің ішінде бітіруіңіз керек болады. Сізге сертификат берілгеннен кейін сертификат батырмасын басып, осы жерден өз сертификатыңызды қарай аласыз. Ал құтты болсын, сіз сертификатты болдыңыз. Енді бұл этаптарды қысқаша қорытындылай кетейік. Ең алғаш біз бұл еңбек бизнес KZ-ге тіркелдік. Тіркелгеннен кейін мәртебені тексердік. Мәртебені тексеріп, біз Skills еңбек KZ, яғни оқыту платформасына өттік. Ол жерде 12 модуль бар дедік. 12 модульді аралық тесттермен қорытындылап өтесіз. Одан кейін сізде қорытынды тест болады. Одан 70% жинағаннан кейін сіз сертификат алдыңыз. Ал құтты болсын. Енді сіз бизнес жобаны жазу керек. Оны бизнес жоспар деген кнопканы басамыз. Осы жерде бизнес жоспар үлгісі деген батырманы басамыз. Сол жерден шаблон аламыз. Сол бойынша үлгі бойынша толтырамыз.
Бизнес жоспардың үлгісін алып толтырып болдыңыз ба? Енді сізде бизнес жоспар да бар, сертификат та бар. Енді сіз келесі потокты күтесіз. Поток ашылған уақытта мәртебені тексеру батырмасын басып тексеріп, сосын тексерілгеннен кейін бизнес жоспарыңызды енгізесіз. Грант алуға өтінім беру батырмасын басасыз, болды. Енді сізді телефон номеріңізге сообщение келеді. 1-2 апта шамасында комиссия алдына шақырады. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Ал көмек керек болса астында WhatsApp номерін қалдырамын. WhatsAppқа жазыңыздар. Ақылы көмектер бар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.